кімдерді ерекше атап өтер едіңіз? Құрметті халқым, құрметті қазақстандықтар, мінекей біздің елімізге Қазақстан барысы атты тағы да бір жақсы үлкен мерекеміз, додамыз, күш сынасудың ең бір биік шыңы бүгін басталып жатыр мінекей. Мені жаңа сіздермен таныстырғанда осы қазақ күресінің киімінің авторы ретінде айтып өтті. Әрине, қазақ күресі дәл қазақтың тағдырындай мың өліп, мың тірілген бір жағдайда болғандығын сіздер жақсы білесіздер. Біз сонау 90 жылға дейін тарих оны шындыққа әбден біледі. Самбо мен дзюдо күресінің киімін киіп біз күрескенбіз. Содан мінекей егемендік алғаннан бері сол халқымыздың, өзіміздің балуандарға арналған осы неге бір киім болмайды деген бір ғылыми ізденістің басы қасында басталып кетіп еді сол жұмыс. Енді қазақ халқының тарихына үңілсек, біздің ата-бабаларымыз әдейі арнап балуанға киім тікпеген халық екен. Тарихта ондай деректі мен кезіктіре алмадым. Бірақ екі балуан өздеріне шапан киіп шыға ма, жоқ әлде бел буынып шыға ма, жоқ әлде кеуде жалаңаш шыға ма, мінекей осындай дәстүрменен бір-бірін күреске шақырып шығарып отырған. Дұрыс айтасыз Елемес аға, қазір мына кішкене әңгімемізді бөліп алғашқы жұбымызға, белдесуге кішкене тоқталып өтейік. Жақсы. Айбек Нұғымаров, Шығыс Қазақстан облысы, және Дархан Жоламанов, Павлодар облысының қос балуаны шығып отыр. Осы белдесу туралы айтып отырсақ, қос қарсылас туралы бір әңгімеңізді бастасаңыз. Айбек Нұғымаровты мен сонау жас бала кезінен білемін десем қателеспеймін. Мен де сол Шығыс Қазақстан облысының Мақаншы ауданының туып өскен азаматпын. Енді бұл баланың болашақта былтыр 3-ші орын алғандығын әттеген ай деп едік. Енді бүгінгі сайыста, бүгінгі белдесуде жақсы бір үлкен бір жетістіктерге жетеді деген үміттеміз. Маған балуандардың бәрі бірдей. Бүкіл халқымыздың арасында жүрген мықты балуандардың бәрі бірдей. Қазір осы қос балуанды кеңірек таныстыра кетейік. Жанкүйерлерге Айбек Нұғымаров 3-ші рет қатысып отыр. Қазақстан барысы дүниеге келгелі бері бәсекелесіп жүр, және алғашқы жылы 4-ші орынға табан тіреген болатын, ал былтыр қола жүлдеге ие болды. Және биылда басты фавориттердің бірі, оған жеребе жеңіл түскен секілді, Дархан Жоламанов, Павлодар облысының өкілі. Бойы 1,81, салмағы 103 килограмм. 1988 жылы туылған, 86 жылы туылған, белбеу күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері, қазақ күресінен спорт шебері. Белбеу күресінен әлем чемпионатының қола жүлдегері 2009 жылы бапкер Ермағанбетов пен Мейрам Хамзин. Ал Айбек Нұғымаровтың бапкері Серік Қоржыкенов, білікті бапкерлеріміздің бірі. Дегенмен қай балуанға болса да жеребе жеңіл түсті деп айта алмаймыз, өйткені айтып өттік қой басында. 32 балуанның барлығы да жеңіске лайық, және кілем шетіне шығып кетті бұл тұста. Бастапқы шымылдық ашар белдесу дәл осы өте қиын болатын түсінікті. Балуандар үшін психологиялық тұрғыда әрине ең бірінші белдесуге де барлығы байланысты. Сондықтан қос балуанда қазір белдерін бекем буып шықты. Мінекей Айбек Нұғымаровтың шеберінің останаға айғаруға болатын шығар таза ойды қарсыласын, таза жеңіспен, құрметті көрермендер. Сонымен Қазақстан барысы 2013 турнирінің алғашқы белдесуінің жеңімпазы Айбек Нұғымаров. Және жартылай жеңіске бағаланған екен бұл. Таза түсіргендей көрінген, жаңа қайталау барысында тағы көре жатармыз. Дегенмен төрешілер сондай шешім шығарды. Егер 2-1 жартылай жеңіс болса, онда Айбек Нұғымаровтың мерей үстем болмақ. Жаңа Елемес ағамызда біраз Айбек Нұғымаров туралы айтып қалды. Енді жалпы аға Елемес мырза, осы туры қазіргі көрсеткен өнеріне баға беріп өтсеңіз Айбек
айтып ауыз жиғанша алғашқы белдесудің жеңімпазы атанды. Мінекей